Бүгін күйеуімнің өте жақсы көретін аджикасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қызанақ, қызыл болгар бұрышы, ащы бұрыш, чеснок, укроп және сұйық қажет. Чесногымызды мясорубкадан өткізіп аламыз, укропты турап дайындап қоямыз. Қызанақтарымызды осылайша турап мясорубкадан өткіземіз. Оның үстінен қызыл бұрышымызды, болгар бұрышын, оны да өткізіп, соңында ащы бұрышымызды өткізетін боламыз. Мен өте көп мөлшерде дайындадым. Барлығын өткізіп, отқа 40 минуттай қайнатамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. 40 минутымыз өткеннен соң үстінен сұйық майымызды құямыз. Толықтай араластырып, алдын ала туралған укропымызды қосамыз. Және чесногымызды қосып, орташа отқа 20 минуттай бетін жауып қайнатамыз. Алдын ала жуылған стерилизовать еткен банкілерімізге құйып жаба берсек болады. Осылайша біздің аджикамыз дайын болды. Қыс бойы барлық тамақтарға үйлесетін, ащы болып шығатын аджикамыз дайын. Жыл сайын осы рецепт бойынша дайындаймын. Достар, видеом ұнаса лайк басып, маған тіркеле кетіңіз.